Сіздің Instagram парақшаңыз қараған кезде баланы жазасыз тәрбиелеу деген сөзіңізге бірден көзіміз түсті. Ал енді біз ата-аналар не істейміз? Баланың осы құлшыныстарын көбінесе орынсыз шектеулер арқылы тежеп тастаймыз. Ақшаны мен кім үшін, не үшін тауып жатырмын? Бала үшін ақша табамын дейміз да, бірақ баланы ұмытып кетеміз. Ол жиған тергеніңізде не пайда мысалы? Ертең ол жиған тергеніңіз аз бір уақыттың ішінде ауаға ұшады да кетеді да, егер мына бала сол деңгейде дамымаған болса. Баланың қабылдау мөлшерін ескере отырып оған махаббат береміз. Мысалы айталық, қорғаштап өсетін болса, бала өмірлік тәжірибе жинай алмайды. Өз бетімен өмір сүру дағдысын қалыптастыра алмайды. Енді сіз оны қашанға дейін қорғай аласыз деймін да, мысалы. Ертең мысалы айталық, сіз балабақшаға барған кезде. Ассалаумағалейкум, армысыздар ма, құрметті ата-аналар. Бүгіннен бастап қуана берсеңіздер болады, өйткені сіздерге арнап пайдалы контенттер легін бастамақшымыз. Бүгінгі біздің подкастымыздың тақырыбы бақытты баланы тәрбиелеу құпиясы деп аталады. Бүгіннен бастап сіздерге баланы қалай тәрбиелеу керек, оны жазасыз қалай тәрбиелеу керек, телефоннан қалай арылту керек, қандай ойыншықтар беру керек, оның тәрбиесі педиатрға қалай қаралу керек. Жалпы осы жөнінде баланы толықтай бақытты етіп, дені сау ұрпақ тәрбиелеудің құпиясымен, қыр-сырымен бөлісетін боламыз. Бүгін бізде бірінші подкаст, алдағы уақытта апта сайын өте көп подкасттар шығарамыз деген ниеттеміз. Ендеше ісімізге сәттілік. Бірінші біздің қонағымызды таныстыра кетейін. Бүгін бізде қонақты Елжас Ертайұлы, бала тәрбиесі жөнінде эксперт, 6 кітаптың авторы. Ал Елжас мырза, қош келдіңіз бүгінгі біздің подкастқа. Біздің шақыртуымызды қабыл алып келгеніңізге көптен көп рахмет. Өзіңіз жөнінде бір кішігірім таныстырып өтсеңіз, осы салаға қайдан келдіңіз, қашаннан бері осы салада жүрсіз, және не себеп болды осы бала тәрбиесі жөнінде кітаптар жазуға? 6 кітап жазу деген анау-мынау адамның қолынан келе бермейтін дүние. Сіздерге де көп рахмет. Бастап жатқан бастамаларыңызға сәттілік тілеймін. Иншалла осы халыққа арнап жатқан жобаларыңыз жалпы халыққа жетіп, оларға пайдалы болуына тілектеспін. Өзім жайында айтатын болсам, менің аты жөнім Елжас Ертайұлы, осы Алматы қаласының тумасымын. Жалпы негізгі мамандығым мұғалімдік, яғни математика пәнінің мұғалімімін. Негізі мектеп қабырғаларында мұғалім болып жұмыс істедім. Одан кейін жеке білім беру орталықтарында мұғалім болып жұмыс істедім. Содан 2014 жылы өзім тіл үйрету орталығы ашқан болатынмын Астана қаласында. Сол жерде жүріп осындай осы отбасы тақырыбына ауысуға маған бір себеп болды. Өйткені өзім енді сол бір кезеңдерде отбасы құрдым, өзім әке болдым. Өзім осы тақырыпты өзім үшін ізденіп бастаған болатынмын. Енді мұғалімдердің бір ауруы бар деп қалжыңдап айтам. Мұғалімдер бір нәрсе тапса, бірден басқалармен бөліскісі келіп отырады. Менде де енді сол ауру болғандықтан мен соны бөліскім келіп, әуелі ВК-да, енді 2014 жылдар ВК хит болатын, есіңізде болса. ВК-да сол ақпараттарды бөлісіп бастадым. Одан кейін WhatsApp желілері арқылы өзім жақындарыма рассылка жасап отыратынмын деген секілді. Осылай негізінен басталған болатын. Сол адамдардың қызығушылығын байқағаннан кейін жалпы бұл бала тәрбиесі мәселесі, әсіресе қазақ тілінде бұл ақпараттың бөлісілу мәселесі біздің қоғам үшін бір қажеттілік екенін ескеріп, сол бір кезеңдерде өзім сүйіп таңдаған математикамды бір шетке ысырып қойдым да, осы бала тәрбиесі тақырыбын сол 2014-2015 жылдан бері қозғап айтып келе жатқан жайымыз бар. Содан бері міне 10 жылға жақын уақыт болып қалды. Осы тақырыпта ата-аналармен жұмыс істейміз, семинар тренингтер жүргіземіз. 6 кітап жаздық. Жалпы осы бала тәрбиесі бойынша шапқылап жүрген жайымыз бар. Керемет, Алла ісіңізге береке берсін. Әлде биік жетістіктерден жететініңізге сенеміз. Сізге мынандай сұрағым бар. Сіздің Instagram парақшаңыз қараған кезде баланы жазасыз тәрбиелеу деген сөзіңізге бірден көзіміз түсті. Біз қалай тәрбиеледік кезінде? Артық сөйлесең, или болмаса ата-анаң өзінің пікіріне, үлкендердің деп айтайық, тек қана ата-ана емес, бұл жерде қарсы шықпасаң, көк желкеден бір ұратын деген сияқты, или болмаса түртіп қалатын деген сияқты біз сондай тәрбие алып өстік. Былай айтқан кезде бұны жаза деп қарастырса болатын сияқты. Ал сіздің ұстаныңызда баланы жазасыз тәрбиелеудің жолы бар екен. Мен өзім мысалы жас ата-анамын, 1,5 жастағы қызым бар. Кейде расы керек, баланың тілін түсінбей ашуланып кетіп жатамыз. Қазіргі таңдағы сіз енді көп ата-аналармен жұмыс жасайсыз ғой. Ең үлкен осы қазақ даласында белең алып жатқан бір 4 мәселені айтып өтіңізші, бала тәрбиелеу жөнінде ата-ананың көп жіберетін қателіктері жайлы. Жалпы алған кезде енді бұл қателіктерді көбейте беруге болады. Соның ішіндегі ең негізгі дегендерге тоқталатын болсақ, тоқталып, соны осы подкаст барысында ашып кеңінен тоқталсақ. Жақсы.
Бұлардың ішінен енді ең бірінші мәселе бізде өкінішке қарай көп жағдайда баланың материалдық қажеттіліктерін басты қажеттілік деп есептеу деп ойлаймын мен негізінен қазіргі таңдағы біздің қоғамдағы проблемалардың бірі. Өйткені көптеген ата-аналар әйтеуір баламның қарны тоқ, көйлегі көк, уайымы жоқ, әйтеуір нормально өзімен өзі жүр ғой деген секілді балалардың негізгі тәрбиесіне көп жағдайда көңіл бөлмей жатады. Негіз Мағжан Жұмабаев атамыз бұл бала тәрбиесі мәселесін, тәрбие мәселесін екіге бөліп қарастырады. Дене тәрбиесі және жан тәрбиесі деп қарастырады. Мына материалдық қажеттілікті қамтамасыз ету деген негізі сол Мағжан Жұмабаев атамыз айтатын дене тәрбиесін ғана қамтиды деп айтсам болады. Яғни қазіргі қоғамдағы біздің ата-аналардың басым бөлігі осы жан тәрбиесін көбінесе ескермей қалып жатады. Яғни жан тәрбиесі деген кезде оны кішкене аша түсетін болсақ, бұл жерде балалардың ішкі жан дүниесіне көңіл бөлу, балалардың сезімдеріне көңіл бөлу, оның рухани өсіп өнуіне көңіл бөлу деген секілді мәселелерді көбінесе ата-аналар ескермей, тек қана осы баланың күнделікті әйтеуір өсіп жатқанына ғана қанағаттанып, соған ғана мәз болып отыра береді. Мен қалжыңдап айтамын, я сіз жегізесіз, ішкізесіз, алып бересіз заттарын, ол өсе береді, бір күн тіпті сіздің бойы сізден өседі, сізге төбеңізден бүйтіп төніп қарап тұратын жағдайға келеді деймін да, бірақ та іші бос болып қалуы мүмкін. Яғни қазір мына қоғамда қуыс кеуде деген кітап жүр ғой, мысалы, сол секілді жалпы қуыс кеуде болып, өзі іші бос, руханияты жоқ, өзінің бір өмірлік мақсаты жоқ, миссиясы жоқ адам болып шыға келу әбден мүмкін. Тек қана материалдық мәселелерді ғана құндылық деп есептейтін адам шығуы мүмкін. Сондықтан да осы мәселені мен бірінші кезекте проблема деп айтар едім. Одан кейін екінші бір мәселе, жаңағы өзіңіз де бағана айтып қалғандай, ашуланып кетемін бір жарым жастағы қызыма деп жатырсыз ғой. Сол секілді бұл жердегі екінші бір мәселе, сіздің де осылай болуыңызға себеп болып жатқан сол шығар деп ойлаймын. Біздің бала тәрбиесіне байланысты біліміміздің жеткіліксіздігі. Яғни өкінішке қарай біз мысалы бала тәрбиесіне арнайы бір дайындықтан өтпейміз. Немесе ата-ана болардың алдында бір ата-ана болуға арнайы бір дайындық жасамаймыз. Негізі осы бала тәрбиесі, отбасы тақырыбынан басқа барлық мәселелерде біз негізі арнайы дайындықтардан өтеміз. Мысалы бір маман иесі болу үшін, мысалы мен математик болу үшін 4 жыл математика факультетінде жаңағы мехматта оқыдым. Мысалы сізде өзіңіздің салаңыз бойынша міндетті түрде оқыдыңыз, мысалы 3-4 жыл немесе 1-2 жыл деген секілді, енді әртүрлі форматта. Бірақ әйтеуір мәселе бұл жерде әйтеуір сіздің бір дайындықтан өткендігіңізді. Сол секілді негізі әке шеше болуда, жұбай болуда, ол да бір мамандық ретінде қарастыруымыз керек, және де осы ата-ана болуға дайындалуымыз керек. Немесе мысалы айталық, мына темір тұлпарды көлікке мінер кезде біз арнайы оқимыз, сынақ тапсырамыз, одан кейін бізге көлік жүргізе алады деген куәлік береді. Содан кейін ғана біздің көлікке отыруға құқығымыз болады негізінен. Дәл сол секілді мен ата-аналардан сұраймын деп, негізі сіздің ата-ана болуға құқығыңыз бар ма? Яғни сізде ата-ана бола алады деген куәлік бар ма мысалы? Енді әрине бұл бізде мемлекетте, тіпті әлемде ондай бір жүйе жоқ. Яғни ата-ана болуға куәлік беретін деген секілді оқытатын ондай бір жүйе жоқ өкінішке қарай. Бірақ әрбір ата-ана, енді біз балалар біздің болашағымыз, әулетіміздің жалғасы деп жатамыз ғой. Егер осындай маңызды болатын болса, онда әрбір ата-ана осы ата-ана болардың алдында осыған дайындық жасау керек деп ойлаймын. Егер осыған дайындық жасап, олардың өзінің жасына сай ерекшеліктерін, балалармен қарым-қатынас орнатудың әдіс-тәсілдерін мысалы ертерек оқып біліп алатын болса, жаңағыдай қиындықтар туындаған кезде балалардың жаңағы 1,5 жастағы, 2 жастағы, 3 жастағы кризистер пайда болған кезде ата-ана ол жерде ашуға салынбайды. Неге? Өйткені оның инструменттері бар да, қару-жарағы бар. Бізде инструмент болмағаннан кейін, қару-жарақ болмағаннан кейін біз не істейміз? Не істерімізді білмей жаңағы паниковать етеміз да, өзіміздің балалық шақтан біздің санамызға сіңірілген, мына модель ретінде бізге қалыптасқан жазалы тәрбие деген нәрсеге көшіп кетеміз. Айғайлап, ұрсып деген секілді жаңағы қысым жасап, өзіміздің физикалық күшті екенімізді қолданып, баланы сонымен басқаруға тырысып кетеміз. Сондықтан екінші мәселе осы ата-аналардың бала тәрбиесі бойынша білімсіздігі деп айтар едім. Яғни білімін толықтырмау деп айтар едім. Одан кейін енді үшінші мәселе осыған да байланысты деп қарастыруға болады. Ол жаңағы орынсыз шектеулер. Яғни біздің қоғамда өкінішке қарай әсіресе қазақ тілді қоғамда десем болады, бізде орынсыз шектеулер өте көп негізден. Балаға қойылатын жаңағыдай орынсыз шектеулер. Яғни әрине міндетті түрде шектеу болу керек, бірақ орынды шектеу болу керек та. Мен жалпы шектеуге қарсы емеспін, орынсыз шектеуге қарсымын. Орынсыз шектеу деген баланың жасына сай, оның дамуы үшін қажетті болған әрекеттерін жасауына кедергі келтіру. Енді түсінікті болу үшін мысал бере кетейін. Бала дүниеге келе салған кезде білесіз, ол жаңағы Абай атамыз айтпақшы, ішсем
білмесем деп келеді, немесе білсем үйренсем деп келеді дейді ғой. Сол білсем үйренсем деген қызығушылық олардың әрқайсысында бар негізінен. Кішкентай бала дүние келе салған кезден бастап мысалы бірінші жатады, жан-жағына қарайды, одан келген адамды зерттейді деген секілді. Одан кішкене әрекет ете бастаған кезде әр нәрсені ұстап көргісі келеді, одан кейін оны аузына салып көргісі келеді, ұрып көргісі келеді деген секілді. Бұның бәрі оның зерттеу процестері негізінен. Одан кішкене тіл шыға бастаған кезде не үшін, қалай, неге деген секілді, бұл не деген секілді сұрақтарды сұрай бастайды деген секілді. Бұның бәрі баланың сол білуге, үйренуге деген бір құлшынысы деп қарастыруымыз керек та. Ал енді біз ата-аналар не істейміз? Баланың осы құлшыныстарын көбінесе орынсыз шектеулер арқылы тежеп тастаймыз. Айтайық, бала барды, ана суырма тартпаны ашты, ішіндегі сіздің ана енді жұбайыңыздың әдемі қылып жинап қойған киімдерін бүйтіп шашып жатыр мысалы, немесе әр нәрсені бір алып жатыр, оны ұрып жатыр деген секілді. Осындай жағдайлар не істейміз? Біздің ата-аналардың ең көп айтатын сөзі ұстама, тиіспе, ашпа, сіз айтқандай құлайсың, бүлдіресің, сындырасың деген секілді. Баланың өзінің жасына сай әрекет жасап, жасына сай зерттеу жасап, өзінің жасына сай тұлғалық дамуына біз мүмкіндік бермейміз өкінішке қарай. Енді осылай шектеп тастаймыз. Одан кейін мынау не деп сұрақ сұрай бастаған кезде бұл да бір даму, өйткені ол айналасын танып жатыр. Мынаның не екенін түсінгісі келіп жатыр, мынаның не екенін түсінгісі келіп жатыр деген секілді. Осылай сұрай бастаған кезде, "Ей, миымды ашытпашы, сұрай бермеші, бір нәрсені 10 рет сұрайсың ғой, жаңа ғана айттым ғой" деген секілді. Оны тағы да басып тастаймыз мысалы. Одан кейін не үшін деп сұраса, "Миымды шіртпеші" дейміз мысалы. "Бар анаңнан сұра, әкеңнен сұра" деген секілді. Я өзім осында жұмыстан шаршап келдім, сен болмайтын сұрағыңа менің уақытым жоқ деген секілді. Оны тағы да жаңағы басып тастаймыз. Енді осылай біз негізінен баланың өзінің табиғи өзінің ішінен Алла тағала тарапынан жүктелген, берілген жаңағы қызығушылығын өзіміздің орынсыз шектеулеріміз арқылы не істейміз? Басып тастаймыз, өшіріп тастаймыз өкінішке қарай. Енді айтамын, одан кейін мектеп жасына келеді. Мектеп жасында балаға ол қызығушылық керек. Ана кітапқа қызығу керек, сабаққа қызығу керек, мұғалімнің айтқанына қызығу керек. Баланың қызығушылығын біз кішкентай кезінде тежеп, оны қызықпайтын, еш нәрсе айналасына немқұрайлықпен қарайтын қылып тастайтын болсақ, кейін ертең шағымданамыз. Менің балам еш нәрсеге қызықпайды деп та. Баланың қызығушылығын өшіріп тастаймыз өкінішке. Мен бұны мынандай немен түсіндіремін. Мысалы, құстың қанатын қырқып тастау секілді. Бала бір құс секілді ойлайтын болса, оның қызығушылық, еліктеу секілді оның қанаттары бар, оның ұшып шыңға шығуына көмектесетін. Біз орынсыз шектеулер арқылы, тежеулер арқылы, немесе бағана айтқан жаза деген секілді жағымсыз әдістер арқылы сол қанаттарын қырқып тастаймыз. Сөйтіп мектеп жасына келеді, ойбай мына құс ұшу керек екен ғой дейміз да, бұған оказывается қанат керек екен ғой дейміз да. Сөйтіп одан кейін оған жасанды қанаттар тағып, сонымен ұшыруға тырысамыз да, босқа әуре боламыз өкінішке қарай. Сондықтан да негізінен осы орынсыз шектеу де біздің қоғам үшін басты проблемалардың бірі деп айтсам болады. Тіркеліп кетті. Негізі өте актуалды мәселе екен қазіргі таңда шынымен қарап отырсақ. Енді осыған жеке тоқталып өтсек, және ең бірінші айттыңыз, материалдық тұрғыдан ғана тәрбие береді деп. Неге қазір бұндай болып кетті? Менің ойымша, кезінде сол кеңес дәуірінің кезінде барлығы сол тұрмыстың тапшылығын көрді. Бидеп айтады ғой кейбір кісілер, бақыт деген адамға не нәрсе жетіспесе сол дейді. Бәлкім қазіргі сіздің жасыңыздағы, қазіргі ата-ана болып жүрген кісілер тұрмыстың тапшылығын көргеннен кейін өзінің баласын осындай тапшылық көрмесіне соған бүкіл фокусын қойып кетіп жатқан шығар. Бұл неден болып жатыр деп ойлайсыз? Әлеуметтанушылар сіз айтқанға ұқсас пікірлер айтады, өйткені әлеуметтанушылардың зерттеулерінде қандай кезеңде өмір сүрген болса, ол міндетті түрде адамның дүниетанымына, адамның әрекеттеріне, ұстанымдарына әсер етеді деген нәрсені айтады. Мысалы, соғыс көрген адам мен соғыс көрмеген адам бір болмайды. Ашаршылық көрген адам мен ашаршылық көрмеген адамның несі бір болмайды. Мысалы, біздің ата-әжелеріміз мысалы, ашаршылық көргендіктен бізде жаңа нанның кішкентай бір қоқымына мысалы өте ерекше құрмет бар да, өйткені біз үшін нығмет деген өте ерекше. Бұл өте андай біз үшін өте маңызды. Өйткені неге біздің ата-әжеміз ашаршылық көргеннен ол бір сіңіп қалғанда бізге. Ал мысалы қазіргі біздің балаларымыз олар салыстырмалы түрде почти қиыншылық көрген жоқ қой негізінен. Сондықтан мысалы қазіргі поколение олар үшін андай кейбір нәрселердің қадірін білмеу деген нәрсе кездесіп жатады. Өйткені неге олар ондай қиыншылық көрген жоқ. Яғни біз де белгілі бір деңгейде көрдік. Енді әке-шешеміз, ата-әжеміз секілді қиыншылық көрмесек те, ұшын көрдік. Мысалы біз енді 91 жылда жағы қайттан Қазақстан болып құрылу кезеңдерін көрдік, нарықтық кезең деген секілді. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі бастапқы бір 2000 жылдарға дейін өте қиын кезең болған екен. Ол кезеңдерде кәдімгідей былай деп сипаттайды оны, ала дорбаны алып бүкіл жұмысын тастап базар аралап кеткен, отбасы аман болса болды деген нәрсе болғанда. Енді 20-шы ғасыр өкінішке қарай сондай бір кезең болды ғой, тоқ болсын, аман болсын жеткілікті деген. Өйткені неге ашаршылық болды, соғыс болды, қаншама тың игеру кезеңдері болды, одан бөлек тағы да бірнеше кезеңдеріміз бар. Одан кейін тәуелсіз кездің өзі бір нарықтық кезең болды, қайттан бір құрылу процесі деген секілді. Осы кезеңдерде әйтеуір аман болсын, тоқ болсын деген бір
түсінік болды да негізінен. Сондықтан енді оны белгілі бір деңгейде бір түсінікпен қараймыз. Бірақ та енді біз уже 21 ғасырдың адамдарымыз ғой. Біз ол қиыншылықтардың бәрін өттік. Құдайға шүкір, мысалы, біздің көбіміз ол қиыншылықтардың көбісін көрген жоқпыз. Біздің балаларымыз Құдайға шүкір оны көріп те жатқан жоқ та, мысалы. Онда біз қазір енді кішкене фокусымызды бұруымыз керек деп ойлаймын да. Яғни біз уже материалдық қажеттіліктерден гөрі баланың жаңағы рухани қажеттіліктеріне, сезімтал қажеттіліктеріне көбірек көңіл бөлу мәселесі қарастыру керек. Негізі енді Абай атамыз айтады ғой, толық адамның концепциясын берген кезде ақыл қайрат жүрек дейді да. Негізінен жаңағы толық болу үшін бір адам, біздің балаларымыз егер толық бала болып ертең бір кемелденген бала болуын қалайтын болсақ, оның осы Абай атамыз айтқан концепцияға сай өсірілуі өте маңызды. Ақыл қайрат жүректі бірге қамтуы. Яғни ақыл деген ол қазіргі біздің заманауи тілмен айтатын болсақ IQ деген нәрсесі, яғни баланың IQ-ын дамыту. Яғни бұны біз қатырып жатырмыз, осы ата-аналардың итак істеп жатқан нәрсесі IQ, біздің мектептердің істеп жатқан нәрсесі IQ негізі. Одан кейін екінші жаңағы PQ деп жатамыз, спорт мәселесі. Яғни бұл қазіргі таңда өте актуальный мәселе деп ойлаймын, өйткені телефон басқа мәселелер туындаған кезде, яғни балалар физикалық тұрғыдан көп әрекет етпейтін, спортпен көп шұғылданбай тек телефонға жабысып отыра беретін жағдайда бұл өте маңызды мәселе деп ойлаймын. Сондықтан екінші осы балалардың PQ мәселесі, үшіншісі AQ деп айтады. Яғни Абай атамыз айтқан жүректі осыған кіргізсек болады негізінен. AQ мәселесін немесе SQ деп айтады, рухани даму мәселесін. Осыларды алып негізінен біз балаларымыздан дамытып жатқан кезде осы шкалалар бойынша тексеріп отырмыз керек та. Балам IQ шкаласы бойынша қай жерде, қандай деңгейде тұр, мен тағы не істей алам? Балам PQ шкаласы бойынша қандай деңгейде, мен не істей алам? AQ бойынша қай жерде, SQ бойынша қай жерде деген секілді қарап, соған байланысты үйірме таңдаймыз ба, соған байланысты қосымша жұмыстар істейміз ба, соған байланысты іс-шаралар, ойындар дамытамыз ба деген секілді мәселелерді ескеру керек. Мысалы, 2-3 жастағы баланың өзі үшін, мысалы, PQ өте маңызды. Мысалы, PQ-ға оның балалардың сол жастағы даму керек болған ұсақ моторика деген мәселелерін қарастыруға болады. Мысалы, ірі моторика деген нәрселерді, крупная, мелкая моторика деп айтады. Соларды қарастыруға болады. Мысалы, значит, ол дамымай жатқан болса, онда соған сай мысалы ойындарды, соған сай ойыншықтар немесе жаңағы үйде мысалы бұршақпен ойната ма, әртүрлі сондай құммен ойната ма деген секілді моторикалар дамытатын ойындар немесе доп лақтыру арқылы ірі моторикалар дамытатын деген секілді. Уже кішкентай 1-2 жастан бастап осы мәселелерді қолға алу керек. Өйткені мынандай бір не бар, тұжырым бар. Мына моторика, мелкая моторика, тіл и ми үшеуі бір-бірімен тығыз байланысты деп қарастырады. Егер ұсақ моторика, мелкая моторика жеткілікті дамымайтын болса, онда тілдің шығуы кешеуілдейді. Яғни бала кеш сөйлей бастайды. Және де бұл екеуінің толық уақытында дамымауы баланың IQ бойынша, яғни миының да дұрыс дамуына әсер етеді дейді. Сондықтан да, яғни бәрі айналып келіп осы біздің баланың қолдарымен жұмыс істеуіне келіп тіреліп отыр. Ал бала тек қана телефонмен отыратын болса, немесе тек қана теледидардың алдында отыратын болса, онда онда физикалық тұрғыдан IQ-лар моторикалар жұмыс істемейді негізінен. Бұл да мысалы қазір бір проблема. Енді айтқым келген нәрсе, осы 4 шкала бойынша баланы дамытып отыруымыз керек қой. Осы тұста бір сұрақ туындайды. Енді қазіргі заман капиталистік заман деп айтамыз ғой. Қазір бір жерде кешеуілдеп қалсаң, сен уже ақша табылмай қаласың. Сен әрдайым қозғалыста болу керексің. Осындай кезде көптеген ата-аналар күні-түні жұмыста болады, кешке таман шаршап кетті. Енді осы жұмыстан шаршап келген адам әрине оны демалғысы келеді. Осы екеуін қалай ұштастыруға болады? Баланың тәрбиесіне көңіл бөлумен ол өзі ата-ана онсыз да жұмыстан шаршап келіп тұр. Былай айтқан кезде энергиясы жетпей қалады дейміз бе, қалай болады? Бұны екі қырдан қарау керек деп ойлаймын. Екі тармақпен мен жауап беруге тырысайын. Бірінші мәселе ол ақша табу үшін жұмыс істеп жатырмыз ғой. Онда бірінші кезекте біз мына сұрақ сұрауымыз керек. Ақшаны мен кім үшін, не үшін тауып жатырмын? Деп Қазекеңнен сұрасаң, бәрі балаларым үшін деп айтады да. Енді парадокс туындайды. Бала үшін ақша табамын дейміз да, бірақ баланы ұмытып кетеміз. Түсіндіре алдым ба? Яғни бұл жерде, значит, біз ақшаны не үшін, кім үшін тауып жүрмін деген сұрақты бірінші кезекте сұрап отыруымыз керек. Егер біз айтайық, мен мынаны айтайын, қазір сіз жарайды таптыңыз, керемет жұмыс жасадыңыз, керемет бай болдыңыз, керемет кәсіптер құрып тастадыңыз, мысалы. Бірақ баланың көңіліне, баланың тәрбиесіне, баланың өсіп-өнуіне, жетілуіне көңіл бөлген жоқсыз, мысалы. Сіз ертең картаясыз, мысалы, ана кәсібіңізді басқаруға шамаңыз жетпейді, мысалы. Сол кезде мына балаңызға тапсыра алмайтын болсаңыз, ол жиған тергеніңізде не пайда, мысалы? Ертең ол жиған тергеніңіз аз бір уақыттың ішінде ауаға ұшады да кетеді да. Егер мына бала сол деңгейде дамымаған болса, сол деңгейде біз оны кәсіби тұрғыдан дамытпаған болсақ, түсіндіре алдым ба? Сондықтан да бұл жерде осыны ұмытпауымыз керек. Не үшін, кім үшін тауып жатырмын деген нәрсені. Екінші бір мәселе демалу мәселесіне келетін болсақ, бала үшін тауып жатырмыз, бірақ бала үшін тауып жатсақ та кейбір кезде шаршаймыз деген секілді, мысалы. Енді осындай кездерде біздің демалуға байланысты түсінігімізді, көзқарасымызды өзгертуіміз керек деп ойлаймын. Яғни бізде
демалу деген кезде көбінесе аяқты көкке көтеріп қойып, жаңағы жату керек, теледидардың алдында или телефон шұқып жату керек деген бір түсінік қалыптасқан да өкінішке қарай. Сол кезде ғана мен демалам деген секілді түсінік бар. Бірақ та негізі демалу деген нәрсе ол просто жұмысты ауыстыру. Яғни жұмыстың форматын өзгерту да. Мысалы физикалық жұмыс істеп жатқан болсаңыз, сіз бір оймен жұмыс істелетін жұмысқа көшкен кезде бұл да бір демалу процесі болады. Яғни бұған байланысты Құранда да аят келтіріледі негізінен. Яғни демалудың үлгісін сол жерден бізге көрсетеді негізінен. Яғни демек біз үйге келген кезде баламен ойнауды бір демалу деп қабылдауымыз керек та. Түсіндіре алдым ба? Яғни баламен ойнау бізге бір жұмыс, қосымша бір жүк ретінде емес, ол керісінше бізге демалу болатын болса, солай қабылдап өзімізді соған қарай дайындайтын болсақ, онда керісінше баламен бірге уақыт өткізу бір кайф секілді. Телефон шыққан кездегі демалғанымыз секілді баламен отырып демала алатын болуымыз керек та. Енді негізінен қарайтын болсақ, шындығына келген кезде баламен ойнау ол белгілі бір деген. Егер біз шынымен баланың деңгейіне көтеріліп, баламен бала болып ойнай алатын болсақ, онда шынымен де ол біз демалтатын нәрсе. Шынымен де ол біз үшін үлкен бір терапия деп айтсам болады негізінен. Өйткені балалардың әлемі, балалардың жан дүниесі өте таза. Оларда мына біздің әлемдегі секілді кір қоқыс жаман нәрсе жоқ. Олар ниеті де таза, пәк болғаннан кейін олардың сол таза әлеміне кіріп кету, таза әлеміне еніп кету, олармен бірге сол таза әлемді бөлісу бізді кәдімгідей демалтатын нәрсе десек болады негізінен. Сондықтан біз оған осылай қарауымыз керек та. Енді біздегі проблема мынау, мен енді бұның бәрін түсінемін. Біздегі проблема бізде баламен бірге отырып уақыт өткізу бізге өте қиын негізінен. Өйткені өзіміз мен жазасы тәрбие деген тақырыпты таңдауымдағы себеп те сол еді негізінен. Біз кезінде жазаланып өскендіктен, біз кезінде осындай сезімтал қажеттіліктерімізге көңіл бөлінбей, тек осы материалдық жақтан ғана өскендіктен өкінішке қарай бізде сезімдерімізді түсіну, сезімтал қарым-қатынас орнату, эмоционалды байланыс құру деген нәрселер өкінішке қарай бізде дамымай қалған. Яғни тіпті басылып, мыжылып, быт-шыты шығып кеткенде болуы мүмкін да. Сондықтан да біз сезімтал тұрғыдан байланыс орнатуда көбінесе қиналамыз. Сол үшін біздің жаңағы азаматтарымыз, азаматшаларымыз көбісі жұбайлар бір-бірімен байланыс, сезімтал байланыс орнатуда қиналады. Әсіресе ер кісілер жаңағы байланыс орнатуда қиналады. Баласымен ойнауда қиналады. Баласымен бір ойнап 5 минут ойнаса уже өзіне қоярға жер таппай, болды бар енді өзің ойна деген секілді осындай бір жағдай кеше. Немесе жұбаймен бір отырып бір қолын ұстап, көзіне қарап, бір сезімтал тұрғыдан әңгіме айту оған өте қиын да мысалы. Бірақ дәл осы адам мысалы баласымен, жұбайымен сезімтал байланыс орната алмайтын адам, бірақ жұмыста, сыртқы әлемде керемет общительный адам да мысалы. Бәрімен керемет араласады, бәрімен керемет сөйлеседі, тіпті жұмысындағы басқа әйелдер, басқа кісілер оған қызығып қарауы мүмкін да. Сіздің жұбайыңыз бақытты шығар деп ойлауы мүмкін. Неге? Өйткені олармен қарым-қатынаста эмоционалды байланыс жоқ қой. Олармен қарым-қатынаста просто қарым-қатынас бар. Сондықтан ондай қарым-қатынас істеуде проблема жоқ. Бірақ именно мәселенің ішіне сезім деген нәрсе кірген кезде, сезім алыс берісі бүйтіп, сезім бүйтіп ары-бері аға бастаған кезде, ода уже паника басталады. Неге? Өйткені сезімдер жараланғандықтан, сезімдер жаңағы қолдан алмайтын болғандықтан, өзің қалай ұстау керек екенін, қалай реакция беру керек екенін, сезімді қалай көрсету керек екенін білмегендіктен ондай ортадан көбінесе қашады жаңағы сезімі жараланған адамдар. Сол үшін мен жаңағы жазасы тәрбиені таңдауымдағы себеп сол. Өйткені мен осы тақырыпты 2018 жылы жариялаған кезде маған көп хейттар келді негізінен. Өйткені бұл біздің болымыз ғой, біздің қазақ қоғамының. Көбісі маған не деп айтты? Біз де таяқ жеп өстік, жаман болған жоқпыз, вот нормально отырмыз деген секілді. Аюға намаз үйреткен таяқ деген секілді нәрселерді айтып жатады. Енді мысалы мен сол кезде айтамын да, таяқ жеп өскен бала жаман болмайды деймін да. Ол жетістікке жетуі мүмкін, мықты бір бастық болуы мүмкін, мықты бір жерді басқарып отыруы мүмкін. Бірақ бұл жерде мәселе жаман немесе жақсы болуында емес. Таяқ жеп өскен, жалпы жазаланып өскен бала ол сезімсіз болады. Яғни өзінің сезімдерін көрсете алмайды, сезімдерін қолдана алмайды, сезімдерін басқара алмайды. Проблема осы жерде деймін да. Сол жазаланып өскендер ертең әке болған кезде баласымен отырып ойнай алмайды. Жазаланып өскендер ертең жұбайымен отырып бір сезімтал қарым-қатынас орната алмайды. Яғни менің ойымша, бағанағы әке шешелердің баласымен келіп ойнай алмауы, баласымен бірге уақыт өткізе алмауы, олардың шаршап келгендерінен гөрі олардың сол баласымен отырып сезімтал байланыс орната алмауынан деп ойлаймын негізінен. Мәселе сол жақта деп ойлаймын көбінесе. Өйткені баламен бірге уақыт өткізудің ләззатын сезінген, соның дәмін алған адам, ол керісінше мүмкіндік тауып баласымен қарым-қатынас орнатуға тырысар еді деп ойлаймын. Және мен өзім жалпы 2014 жылда орталық ашқан кезде студенттермен жұмыс істегенмін. Сол кезде тайм менеджмент бойынша да семинарлар жүргізетім негізінен сол жылдары. Сондықтан мен өзім
тайм менеджментті өз өмірімде де қолданамын, және кезінде солай семинар жүргізуші адам ретінде мен уақыт жоқ деген ұғымымен келіспейтін адаммын негізінен. Уақыт жоқ деген нәрсе ол жай ғана адамның өзін өзі алдауы да. Уақыт жоқ емес, тек қана құндылықтардың реті өзгеріп кеткен деп қарастырамын негізінен. Әдемі, өте риза болдым жауабыңызға, жан-жақты айтып бердіңіз, керемет. Бүгінгі біздің подкасттың демеушісі Жаңа Бала компаниясы, Жаңа Бала телефонды алмастыратын интеллектуалды дамытушы ойыншықтар мекені. Елжас мырза, сұрақтың жауабына өте күшті жауап бердіңіз, өте разы болып отырмын. Өзім де ата-ана ретінде біршама инсайттар алып отырмын, керемет. Бұл жөнінде толық түсіндік енді. Жаңа екінші мәселе қай мәселе дедіңіз? Екіншісі ол жаңағы білімсіздігі. Ата-аналардың бала тәрбиесі бойынша білім алмау мәселесі. Білім алмау. Бізде көбіне жаңағы қазір таңда үйленуге дайындық деген кезең мода дейміз, сондай тренд болып жатыр. Адам үйленуге дайындалу керек деген сияқты. Мен өзімде сондай болыппын, үйленуге біршама дайындалыппын. Мен қандай отағасы болам, әйел адаммен қарым-қатынас қандай болады деп. Бірақ бала тәрбиесі жөнінде білім алмаппын ғой мен. Осы жөнінде кеңінен айтып беріңізші, қазір Қазақстанда осы ахуал қалай болып жатыр? Жалпы алған кезде мынау жастардың қазіргі таңда үйленуге дайындыққа көңіл бөлуінің өзі бір қуантарлық жағдай деп ойлаймын. Бұның өзі бір алғашқы қадам деп қарастырамын. Өйткені 2017 жылдары, 16-17 жылдары мен осы бойдақтарға да дұрыс жар таңдау тақырыбы, отбасылық өмірге дайындық, бала тәрбиесіне дайындық деген осындай 3 бөлімнен тұратын семинар өткізіп, соңында сертификат беретінмін. Біраз адамдар сертификат алған. Отбасылық өмірге дайындық семинарларынан өтті деген, семинарларынан өтті деген сондай бір сертификат беретінмін. Яғни сол кездерде біз осыны насихаттап, осыны жариялайтынбыз. Қазіргі кезде енді бұны насихаттаушылар да көбейді, бұл бойдақтарға арналған кітаптар да көбейді, қазір байқап жүрмін қоғамда. Бұның өзі үлкен бір қуаныш. Өйткені отбасылық өмірге дұрыс қадам жасау, дұрыс жар таңдау, бұның өзі кәдімгідей бір отбасылық өмірдің сапасын арттыратын мәселе деп ойлаймын. Енді сол екінші баспалдаққа көтерілуіміз керек деп ойлаймын. Екінші кезеңге көтерілуіміз керек. Яғни енді ата-ана болуға да дайындалуымыз керек. Енді кейбір кісілер ойлайды, ата-ана болғаннан кейін дайындалсам жетеді деп ойлайды да. Немесе мен тіпті бала тәрбиесі қанша жаста басталу керек деген кезде 3 жас, 4 жас, 6 жас, тіпті бір кезде болды, бір Ақтөбеден ғой деймін, бір ата-ана 15 жас деген кезде мен құлап қала жаздадым негізінен. 15 жаста не істеген жатыр бұл ата-ана деген секілді. Сондықтан да бұл жерде негізі бала тәрбиесі қай жастан басталады, немесе қай кезден бастап дайындалу керек деген кезде мен көбінесе -1 жас деп айтамын. -1 жас дегеніміз ол бойдақтардың жар таңдау кезеңінен басталады. Яғни бойдақтардың жар таңдауы деген кезеңнен біз бала тәрбиесіне көңіл бөліп жатырмыз негізі. Өйткені ер адамның әсіресе міндеті ретінде, баласының алдындағы міндеті ретінде айтылатын нәрсе баласына дұрыс ана таңдау деген нәрсе бар. Яғни не деген сөз? Значит, біз балаға дұрыс әке-шеше таңдау арқылы біз негізі бірінші бала тәрбиесіне дайындықты бастаймыз. Өйткені бала тәрбиесі бойынша көзқарастарыңыз бірдей болмайтын болса, біреуіңіз, жұбайыңыз былай, сіз былай деп отыратын болсаңыз, бұл бала тәрбиесіне ең үлкен қиындық туындататын мәселе негізінен. Жұбайлардың екі түрлі көзқарасты ұстануы. Сондықтан да осы секілді мәселелерді үйленбей тұрып шешіп алу бұл бала тәрбиесіндегі алғашқы қадам. Одан кейін екінші бір кезең ол ұрық тазалығы деп қарастырылады. Яғни бала ішке бітпей тұрып, арнайы ұрық тазалығы бойынша дайындықта жасау. Үшінші жүктілік кезеңі, ол да бір үлкен бір процесс негізі. Ол кездегі әйел кісінің көңіл күйі, оған жақсы көңіл күй сыйлай алу деген секілді, оның медициналық тұрғысы бар, физиологиялық тұрғысы бар, психологиялық тұрғысы бар деген секілді, осы жақтың бәрінен жайлы ортада болып, балаңыздың толық дамуына көмектесу. Бұл ер кісінің де, әйел кісінің де ортақ атқару керек мәселелер деп ойлаймын. Одан кейінгі кезеңдерде уже балалардың жас психологиясын білу. Яғни әр жастың өзінің кезеңіне байланысты қарым-қатынас құруды білу өте маңызды. Мысалы 0 жастағы балада қандай ерекшеліктер болады? Бала дүниеге келе салған кезде біз қандай міндеттерді ата-ана ретінде атқаруымыз керек? 0 жас пен 3 жас аралығында қандай маңызды мәселелер бар? 3 жас пен 6 жас аралығында қандай маңызды мәселелер бар? Деген секілді, одан кейін переходный возраст кезеңі бар деген секілді. Осының бәрін білу үшін бізге білім керек. Мен жаңағы білім бойынша дайындалу керек деп айтып жатқан нәрсем сол. Яғни біз мысалы қарап отырсаңыз, біз қазір подкаст түсіріп жатырмыз. Подкаст түсірген кезде режиссер мырза жан-жақты істеп жатыр, жарығын ойлап жатыр, камерасын, дауысын бәрін ескеріп жатыр да. Бұның бәрін ол бүйтіп дүниеге келген кезде бүйтіп көктен түсе салған жоқ, осының бәрін біліп, мысалы неседі, арнайы курстар оқыды, арнайы білім алды. Дәл сол секілді бала тәрбиесіне байланысты біз көктен біліп түспейміз ешқашан. Әрбір детальді біз білуіміз керек та. Егер де мысалы жарық
дұрыс болмай қалатын болса, подкаст сапасы түсіп кетеді. Жаңағы дауысқа дұрыс көңіл бөлінбей қалса, подкаст сапасы түсіп кетеді. Дәл сол секілді бала тәрбиесіндегі кейбір детальдарға көңіл бөлінбеген кезде уже баламыздың тұлғалық сапасында кейбір проблемалар туындауы мүмкін. Сондықтан да біздің ата-ана ретінде сол бала тәрбиесіне байланысты сауатты болуымыз, білімді болуымыз осы тұрғыдан өте маңызды. Енді екінші бір мәселе, сауатты білімді болу, бұл біз үшін де, біздің денсаулығымыз үшін де өте маңызды деп ойлаймын негізінен. Өйткені неге біздің жүйкеміз тыныш болады. Егер біз сауатты болмайтын болсақ, бала тәрбиесіне байланысты біліміміз болмайтын болса, қай кезде қалай әрекет ету керек екенін білмейміз, қалай ұстау керек екенін білмейміз, борыз ашулана береміз, нервіміз ойнайды. Сөйтеміз да біз өзіміздің нервімізді өзіміз құртамыз да, и осылайша өз денсаулығымызға зиян тигіземіз. Менің ойымша, қазіргі енді жас ата-ана болып жүрген осы 90 мен 2000 жылдың арасындағы адамдар ғой. Осы арадағы адамдар ең үлкен проблемасы осы сияқты сіздің айтып отқаныңыз. Бала қандай реакция көрсеткен кезде ата-анаға қандай реакциямен жауап беру керектігін білмейміз. Мен өзімде кейде сон білмегендік себепті бойға ашу келінеді. Не істейміз, андай орта дүбәрі оқып қаламыз дейме, не істейтінін білмегендіктен. Сол сияқты болып тұрады. Бұл жерде мен мына жазалау мәселесіне келген кезде көбінесе екі себепті айтамын. Жазалаудың екі себебі бар деймін да, ата-ана жазалаудың. Біріншісі ата-ананың әлсіздігі, екіншісі ата-ананың білімсіздігі деп айтамын. Әлсіздік деген оның эмоционалдық тұрғыдан, рухани тұрғыдан әлсіздігі. Өйткені шынымен эмоционалдық тұрғыдан мықты болса, ана стрессқа төтеп бере алар еді да. Екіншісі білімсіздік деген бағанағы айтып жатқан нәрсеміз. Одан бұл білім мәселесіне мына нәрсеге де тоқтала кеткен дұрыс деп ойлаймын. Бала тәрбиесі деген негізі ортасын ұстану деген сөз, орта жолды ұстану деген сөз да. Өйткені бала тәрбиесінің всегда екі крайы бар, екі шеті бар. Біздің ата-аналар көбінесе осы шеттерге қатты кетіп қалады. Білім болмағаннан кейін шеттер кетіп қалады. Мысалы, бұл жазалау мәселесі бойынша да айтып қарастыратын болса, мысалы кейбір ата-аналар бар, баланы бұлай ұстау керек дейді. Әлі 20-шы ғасырдың ұстанымдарымен баланы бұлай ұстау керек, тырп еткізу керек, тайт деу керек деген секілді. Осыны ұстанатын мына бір крайға кетіп қалған ата-аналар бар. Екінші бір ата-ана бар, олар мына крайға кеткен. Олар не істейді? Кезінде өздері жазаланған, ұрыс естіген, сөйтіп айтқан мүмкін, все болды, мен балам ұрыспаймын, еркін өсіремін деген секілді. Немесе кейбір бір-екі маманның бір-екі несін кеңестерін шала тыңдап алған болуы мүмкін деген секілді. Сөйтеді баланы бетімен жіберіп қояды. Баласына әй демейді, қой демейді, тайт демейді, ешқандай шектеу қоймайды, не істесе де өз білгенін істейді. Былай айтқан кезде бұл бетімен жіберу деген сөз. Мынау бетінен қағады, мынау бетімен жібереді. Түсіндіре алдым ба? Екеуі де проблема негізінен. Екеуі де үлкен қате істеп жатыр. Негізі бала тәрбиесі деген кезде, бұл жазасыз тәрбие мәселесіне де келген кезде, баланың бетінен қақпай, бетімен жібермей, ортасын ұстану керек та негізінен. Енді бұл ортасын ұстану деген балаға міндетті түрде жасына сай шектеу болу керек. Балаға міндетті түрде жасына сай шектеу болу керек. Яғни вообще баламды шектемеймін, бүкіл өз білгенін істейді деген ол өте үлкен бір қателік негізінен. Ертең олар эгоцентризмға ауруына шалдыққан ұрпақ тәрбиелеп шығарады да, бәрі менің айналамда болу керек, бәрі менің қалауыма сай болу керек, бәрі менің қалағанымды істеу керек деген, мен білгенімді істеймін деген секілді проблемалар туындайды. Сондықтан да осындай мәселелер болмас үшін балаға міндетті түрде жасына сай шектеулер болу керек. Мысалы, 3 жастағы баланың өзінің жасына бір сай шектеу болады, одан 4 жастағы баланың қол кішкене кеңеюі мүмкін. Переходной возраст болған кезде кәдімде бір үлкен бір бөлме секілді бір оның шекарасы болуы мүмкін деген секілді. Балаға ашық түрде мынаны айтамыз да, бала, мына бөлменің ішінде еркінсің. Еркін әрекет ете аласың. Бірақ бұл бөлменің сыртына шығатын болсаң, менен келісім алу керексің деген секілді. Түсіндіре алдым ба? Сондықтан ана қой дейтін жерде қой деп, әй дейтін жерде әй деп отыру ол өте маңызды. Бірақ мәселе бұл жерде ана бетінен қақпай деген кезде бұл шектеулеріміз міндетті түрде жаза процесінде болу шарт емес. Шектеулеріміз міндетті түрде ұрсу арқылы, айғайлау арқылы, жазалау арқылы, қорқыту, шантаж жасау арқылы болу шарт емес. Бұл шектеулерді жай ғана біз не істейміз, бір рет ескертеміз, одан кейін сол шешімімізде тұрақты болу арқылы. Балам жоқ, болмайды. Бітті. Енді бала деген қайтпас қайсар болады, ол жылайды, жерге жатады, айқайлайды, сондай жағдайда не істеу керек? Бұл шамамен 1,5-2 жаста балаларда пайда бола бастайтын құбылыс. Яғни бұны біз педагогикада манипуляция деп айтамыз. Яғни манипуляция арқылы не істейді? Ата-анасын басқаруға тырысады. Яғни ата-анаға билік орнату процесі деп айтамыз. Ата-анасына билік орнатып, басқарып, ата-анаға өз қалауын істеткісі келеді манипуляциялар арқылы. Бұл манипуляцияға не істейді? Жылау болуы мүмкін, жерге жатуы мүмкін, домалау болуы мүмкін, истерика шығарып, әр нәрсені шашу болуы мүмкін, ренжіп қалады, неше түрлі андай жан ауыртатын, жүрегіңізді ауыртатын сөздер айтуы мүмкін деген секілді. Бірақ осы манипуляциялар арқылы не істейді? Бізді басқаруға тырысады. Міне бағана тұрақты болу керек деген нәрсе осы ғой. Сіз жоқ деп айтқан кезде, болмайды деп айтқан кезде бала бірден жарайды онда деп келіспейді ғой. Ол жа өзінің мінезін көрсетеді, жаңа жылайды, басқа нәрсе манипуляциялар қолданады. Сол кезде тұрақты болып, ол манипуляцияларға беріліп қоймауыңыз керек та. Яғни сол үшін ана әлсіз болмау осы тұрғыдан маңызды. Егер сіз эмоционалдық тұрғыдан әлсіз болсаңыз, бала жылағанын көтере алмайсыз, ашуланғанын көтере алмайсыз, одан ары ашуланып кетесіз деген секілді. Вот сондықтан бұл жерде манипуляцияға бермей не істейміз? Баланың жаңағы
жылау арқылы немесе истерика арқылы өзінің қалауына қол жеткізе алмайтынын балаға практика тұрғысынан көрсетуіміз керек қой. Егер осыны көрсете алсақ, бала бірнеше ұмтылыстан кейін өзінің ол әдісінің, ол қаруының жұмыс істемейтініне көз жетеді. Ал егер де бір-екі рет жұмыс істегеніне көз жетсе, бір-екі рет жұмыс істеп, бір өзінің қалауларына қол жеткізіп алған болса, онда ол не істейді? Әрқашан осы әдісті қолдануға тырысады. Өйткені керемет бір қару бар да, бір жылап қалсам, әкем маған айтқанымды істей салады, телефонды бере салады, мороженое алып келіп бере салады, или шоколад бере салады деген секілді. Ол не істейді? Әрқашан осы жылау арқылы осы әдістерді қолдана береді. Сондықтан да бұл жерде сол ата-ананың сауаттылығы осы жерде де керек. Қай жерде манипуляцияға игнор жасай аламыз, қай жерде игнор жасамай балаға көңіл бөлу керек деген мысалы нюансты, детальды білу үшін бізге білім керек та. Енді ақыр сұрақ ретінде айтылғаннан кейін мен бұны аша түсейін. Мысалы балада екі түрлі қажеттілік бар деп қарастырылады. Біріншісі ол базалық қажеттіліктер, екіншісі баланың қалаулары. Базалық қажеттілік ол балаға керекті махаббат, мейірім, көңіл бөлу секілді оның жаратылысына тән қажеттіліктер. Бұл базалық қажеттіліктерді біз шартсыз түрде орындауымыз керек. Яғни балаға бір махаббатымыз көрсету үшін, жақсы көргенімізді айту үшін, немесе бір құшақтау үшін деген секілді бір шарт қоюға болмайды. Сен тәртіпті болсаң, мен сені жақсы көремін. Сен ақылды болсаң, мен сені құшақтаймын. Сен жетістікке жетіп, сабағың жақсы оқысаң, мен сені жақсы көремін деген секілді шарт қоймаймыз. Бұл базалық қажеттіліктер шартсыз орындалу керек. Ал қазір мен аяқтай салайын, ренжімесеңіз, базалық қажеттіліктер шартсыз орындалу керек. Ал екіншісі қалау деген нәрсе бар. Ол базалық қажеттілік емес. Ол баланың просто жай қалаулар. Былайша айтқанда діни кішкене контекст айтатын болсақ, нәпсінің қалаулары деп қарастырсақ болады. Яғни баланың мысалы шоколад жегім келеді, мороженое жегім келеді, телефон қолданғым келеді, мультфильм көргім келеді деген нәрсенің бәрі ол бір қалау категориясына жатады. Сондықтан қарапайым қағида мынандай нюанста, базалық қажеттіліктер шартсыз орындаймыз, ал қалауларды кейде орындамауға болады. Қалауларды орындауға міндетті емеспіз. Қажет болса, сол сәтте ол орынды болып тұрса, орындауға болады, иә деп айтуға болады, немесе жоқ деп айтуымызға болады. Яғни базалық қажеттіліктер орындалмаған кезде бұл балаға сезімтал тұрғыдан жаралануға алып бару мүмкін, ал қалаулар орындалмаған үшін балада онда бір эмоционалды сезімтал жарақат алу, травма алу деген нәрсе жоқ. Сондықтан да мына манипуляция көбінесе осы жерде қолданылады. Қалауларға қол жеткізу үшін манипуляция қолданылады. Сондықтан бұл жерде қарапайым қағида мынандай: егер біз базалық қажеттіліктерін уақытында және жеткілікті толық орындап жүрген болсақ, манипуляцияларға игнор жасай аламыз. Ал егер де біз мына базалық қажеттіліктерге жеткілікті көңіл бөлмей жүрген болсақ, уақытында көңіл бөлмей жүрген болсақ, манипуляцияға игнор жасасақ, ол жығылған үстіне жұдырық болып балаға одан ары соққы болады. Сондықтан бірінші біз мынаны шешіп аламыз. Яғни балаға күнделікті көңіл бөлу, оны құшақтау, жылы сөз айту, оның эмоционалдық тұрғыдан былайша кезде қарынның тойуына, осы міндетті болған біздің жауапкершілігімізді орындап аламыз да, одан кейін уже манипуляцияларына біз игнор жасай аламыз. Бала, бір нәрсе болмайды дедіңіз, бала жерге домалап жылап жатыр ма? Ашық түрде айтамыз: балам, жылауыңа болады, мен жылауыңа қарсы емеспін. Біз сезімге еркіндік береміз. Сен адам ретінде сезіміңді еркін шығара алу мүмкіндігің бар. Сен жылай аласың. Бірақ, балам, сен жылады екен деп, мен саған бұл нәрсені істей алмаймын. Сен жылады екен деп, мен саған қазір телефонды бере алмаймын. Сен жылады екен деп, мен түнгі сағат 12-де балмұздақ іздеп, шоколад іздеп дүкенге жүгіріп кете алмаймын. Деген секілді не істейміз? Балаға жылауына мүмкіндік береміз. Қалағанша жылап алуыңа болады, бірақ сен жылау арқылы қол жеткізе алмайсың. Ал кішкене 4 жас, 4 жас, 5 жас, 6 жас деген секілді кішкене сөз түсінетін жасқа келген балаларды ашық түрде мынаны айтып қояды: балам, сен жылаған кезде, айғайлаған кезде, истерика шығарған кезде, мен сенің қалауыңды толық түсіне алмаймын. Мен сені не қалап тұрған толық түсіне алмай қиналам. Сондықтан да сенен өтініш, маған көмекші болсаң, не қалағаныңды маған сөзбен жеткізуге тырыса аласың ба? Жылап емес, сөзбен жеткізуге тырыса аласың ба деген секілді, оған уже альтернатив жол көрсетеміз да. Манипуляциямен емес, диалогпен, сөйлесу арқылы мәселені шешудің жолын көрсетеміз. Егер біз бұл манипуляция мәселесін кішкентай кезден шешпейтін болсақ, онда бұл өсе келе дами береді. Яғни оның қалаулары да өседі, қорқытатын құралдар да өседі. Мысалы айтақ, менің өзімнің тәжірибемде болған, ата-аналарға сұрақ жауап жүргізіп жатқан кезде бір ана 2017 жыл сұраған еді: қызым iPhone 7 алып бер деп жатыр дейді. Ол кезде iPhone 7 хит еді ғой. iPhone 7 алып бер деп жатыр, егер алып бермесең өз-өзімді өлтіремін деп жатыр деген бір ситуация болғанда мысалы. Яғни былай қарап отырсаңыз, уже қалау iPhone 7-ге көтерілді, ал қару өз-өзіне қол жұмсау деген нәрсеге көтерілді. Вот осы секілді не істейді? Осындай нәрсені манипуляция. Тіпті бұл манипуляция мәселесі ерлі-зайыптылар арасында да кездеседі. Мысалы, ерлі-зайыптылар бір-бірін ажырасамын деп қорқытады, ерлер тоқал аламын деп қорқытуы мүмкін деген секілді. Яғни жалпы алған кезде осындай манипуляциялар жасайды. Немесе аналар
өзінің мысалы 30-ға келген 40-қа келген балалары манипуляциямен басқаруға тырысады. Ойбай жүрегім, мені өлтіретін болдыңдар ғой деген секілді, жаңағыдай ауырып қалып манипуляция жасап деген секілді. Манипуляция былайша кезде адамды оңай басқаруға бір көмектесетін құрал деп қабылдап алғаннан кейін осы арқылы не істейді, адамдарды басқаруға тырысады. Бұл негізі жағымсыз әдіс, бұл дұрыс қарым-қатынас емес негізінен. Сондықтан бұны сол кішкентана ең алғаш бүйтіп дәйегі тасталып өсіп өніп келе жатқан 1,5-2 жастан бастап орнына қойып тастайтын болсақ, бала не істейді, уже манипуляцияның қару емес екеніне көз жеткізеді. Оның орнына бағанағы сөйлесу арқылы, диалог құру арқылы, өзінің сезімдерін ашық жеткізу арқылы мәселесін шешуді үйренетін болады деп ойлаймын. Баланы жастан деген осы. Иә, баланы жастан деген осы. Өте күшті. Мен өзім инсайт алып отырмын. Яғни бұл біздің индикаторымыз, балаға қай кезде шектеу қоюға болады, қай кезде шектеу қоюға болмайды. Ең бастысы, сондықтан құрметті ата-аналар, балаңызға махаббатыңызды, мейіріміңізді, құшағыңызды аямаңыз, ал басқа жерлерден аяй беруге болады. Аяқ астынан детский мирға кіріп қалсаң 20 мың ойыншықтар тұрады, жабысатта қалады ғой. Оған жоқ деуіңізге болады, ол проблема емес. Мысалы, қазір біздің жоспарымызда бұл ойыншықты алу жоқ. Енді әрине оның да өзінің бір лайфхактар бар. Мысалы, ол дүкенге бармас бұрын жасалу керек, баламен сөйлесу керек мәселелер бар деген секілді. Мысалы, барар кезде, мысалы, мен өзімнің балалармен қолданатын әдісім ретінде, мысалы, қарапайым үйдің жанындағы дүкенге баратын болсақ та немесе басқа жерге баратын кезде де біз алдын ала жоспарымызды сөйлесіп аламыз. Ол дүкенге не үшін бара жатырмыз? Мысалы, біз айтамын, біз қазір дүкенге нан алуға бара жатырмыз, или жұмыртқа алуға бара жатырмыз мысалы. Енді барасың, бала болғаннан кейін ол міндетті түрде жайнатып еще балаларға оңай қол жетім жерге қойып қойды, мысалы шоколадты немесе әртүрлі шупа-чупс неше түрлі нәрселерді. Сосын бала болғаннан кейін ол қызығады, мысалы сұрайды, ананы алып, әке ананы алайықшы, әке мынаны алайықшы. Мен айтамын, балам, біз бұл жерге тек жұмыртқа алуға келдік деген секілді. Егер бұлай сөйлеспейтін болсақ, ол жерден жерде кішкене біздің әңгімеміз ұзағырақ болуы мүмкін еді, түсіндіре алдым ба? Енді осы секілді жалпы не істеуге болады. Немесе мысалы мынандай бір әдісте қолдануға болады. Дәл сол моментте емес, егер шынымен алу қатты проблема емес, алуға болатын нәрсе де болса, кейбір кезде балаға күтуді үйрету үшін балаға не істеуге болады? Балам, жарайды, алайық, давай біз бұны жұма күні алайық деген секілді, мысалы кішкене күттіріп барып алғызу деген секілді. Кейбір кезде чтобы бала әрқашан менің қалауларым, арманым тек күту арқылы қол жеткізілетін нәрсе деп санасына солай сіңіп, сондай бір установка болып қалмас үшін кейбір кезде қалауын сол моментте орындап жібересіз деген секілді. Енді бұл бала тәрбиесі, білім дегенім сол ғой, бір қай кезде қалай не істеу керек екенін белгілі бір деңгейде бізде бір тәжірибе болу керек, бір сезу болу керек, бір ситуацияға байланысты бүйтіп бұрып отыруымыз керек та мәселені. Бір қатып қалған бір не болмайды, инструкция болмайды да. Мысалы, менен кейбір ата-аналар соны сұрайды, бізде кішкене қоғамның бір проблемасы да сол, біз көбінесе дайын рецептпен жұмыс істегіміз келеді. Яғни ата-аналар көбінесе менен сондай бір дайын рецепт сұрайды да. Мысалы, курсыма қатысқан немесе жаңағы сабақтарыма қатысқан ата-аналар рецепт жазып бермейсіз ба деген секілді. Примерно осындай форматқа келтіреді. Айтамын, жоқ, болмайды деймін да. Бала тәрбиесінде ол дайын рецепт деген нәрсе болмайды деймін да. Өйткені егер біз бала тәрбиесіне дайын рецепт жазып қоятын болсақ, онда біз баланы тұлға ретінде қабылдамаған боламыз. Бәрін бір робот секілді қабылдаған боламыз да. Яғни олардың бәрін бір шаблон сызамыз да, сол шаблонға кіргізуге тырысамыз. Сондықтан мен айтамын, мен сіздерге тек қана сабақтарымда, кітаптарымда бала тәрбиесіне байланысты ұғымды, түсінікті қалыптастыруға тырысам, сіздерге бір ой берем. Сол біліммен, сол оймен, сол ұғыммен, түсінікпен сіз өзіңіз өз балаңызға рецепт жазу керексіз. Өз балаңызға инструкция дайындау керексіз. Мәселе сондай болу керек. Және бұл жерде мәселе мынандай, 5 баласы болатын болса, бір ата-ананың 5 балаға бір инструкция жұмыс істемейді. 5 балаға бөлек-бөлек инструкция жазу керек болады. Өйткені әрбір бала ол жеке әлем болғандықтан, жеке тұлға болғандықтан, әрқайсысына жеке қарым-қатынас керек, әрқайсысына жеке подход керек та. Сондықтан жаңағы екінші тақырып сол білім мәселесіне шығып жатыр ғой. Білім осы тұрғыдан өте маңызды. Ертегіде айтқандай 8 баланың бір төбе, ерте өстігін бір төбе дейді ғой. Әрқайсысына жеке-жеке баланың ерекшеліктеріне қарай баламен сөйлесе білу керек. Қарым-қатынас орнату, соған сай олар дамыту, соған сай оларға мүмкіндік жасау ол өте маңызды. Қазақ бұны керемет айтады, бәріміз қолданып жүрген сөз ғой, 5 саусақ бірдей емес дейді. Значит, 5 балаңыз бірдей емес деген сөз. Маған өте қатты ұнаған жаңағы лайфхак болды. Бірінші болған, балаға махаббатыңды аямай беру керексің міндетті түрде. Ал мына қалған жаңағы ойыншық, кейде агуша жемейді, бірдеңе алып жеймін, мақталып жеймін, соларға уже жағдайға байланысты реттеп отыра аласыз. Бұл жерде мына нәрседен қосып айта кетейін, енді бала тәрбиесі деталь деген нәрседен шығып жатыр. Аямай беру деген де қауіпті. Махаббаттың да шегін білу өте маңызды. Бізде қазір мынандай тенденция болып жатыр да, баланы мүлдем шектемеу керек. Алғысы келген нәрсені, мен өзімде де кейде сондай болады да, бір детский мирға барасың, жаңағы көп қой магазинде.
бүйтіп көтеріп кетіп бара жатқан кезде деп қолын созады, ал мә ала ғой онда деп сенен айайын ба деген сияқты болады. Ол кейде мынандай комплекстан болуы мүмкін, немесе мынандай біздің кезіндегі андай жабылмаған гештальттарымыздан болуы мүмкін. Мен көрмеген қызықты балам көрсінші деген. Кезінде мысалы біз кейбір ойыншықтар қол жеткіземіз. Мысалы айталық қарапайым мен өзім басымнан да өткен нәрсе. Велосипедіңіз болған жоқ мысалы, енді біздің кезеңде ол хит еді, сіздерде қатты мода болмас шығар. Велосипедің жоқ, көршінің баласына бар, соның артынан жүгіріп жүресің, бір айналып келейінші, бір айналып келейінші деген секілді. И соңғы не істейсіз, өскен кезде мен балам қиыншылықты, мен көрген қиыншылықты көрмесінші деп бүкіл қалаған ойыншықтарын алып бере бересіз да. Ол да өте үлкен қате негізінен. Яғни бала ол кезде өзінің қолындағы нәрселердің қадірін білмейтін болып өсуі мүмкін негізінен. Сондықтан яғни алу керек, бірақ та орнымен алу керек. Өйткені тіпті мынандай бір мәселе бар, мына зейін фокусқа байланысты ойыншығы көп болған баланың концентрациясы нашар болады. Сондықтан ойыншықты да андай жоспарлы түрде, саналы түрде алу керек та. Андай өзіміздің бір жабылмаған гештальтымызды, орындалмаған арманымызды орындау үшін алған дұрыс емес. Өзімізді жабу үшін, немесе өзіміздің айыбымызды жуып шаю үшін ойыншық алған дұрыс емес. Мысалы айтақ, сіз жұмыс бастасыз, жұмыста жүрсіз, ары бері деп мысалы балаға жеткілікті көңіл бөле алмай жүрмін деп, бірақ бір шетінен бір нәрсесін жеп жүр мысалы. Сөйтіп сол нәрсеңізді жабу үшін істейсіз, әр келген сайын ойыншық әкеле бересіз, әр келген сайын шоколад әкеле бересіз, андай оның көзінде жақсы әке болып қалу үшін деген секілді. Ол да өткен қате нәрсе. Негізі балаға ойыншық емес, балаға әке-шешесі керек. Осыны ескеруіміз керек та. Сіздің оған 100 ойыншық алып бергенше, одан да отырып онымен 10 минут, жарты сағат бірге ойнауыңыз оған көбірек ләззат береді да. Өйткені ойыншық ол материал нәрсе ғой. Біраз ойнайды, 15-20 минуттан или там ары кетсе бір 2-3 күннен кейін ол ойыншықтың модасы кетеді. Немесе келесі ойыншық келген кезде алдыңғы ойыншық уже модадан шығып қалады да мысалы. Сондықтан да бұл нәрселер емес, негізі ата-ананың көңілі маңыздырақ та. Енді біз бағанағы махаббат мәселесіне қайтадан оралатын болсақ, махаббат мәселесінде де шек болу өте маңызды негізінен. Яғни бізде кейде жаңағы қатты жақсы көруге керек деп жатамыз ғой, ол да қате нәрсе. Баланың өзінің дозасы қаншалықты махаббатты қажет етіп тұрған болса, сол дозаны беру маңызды. Түсіндіре ма? Яғни бұл жерде андай сіздің қалауыңызға сай көп махаббат беру емес, баланың қабылдау мөлшерін ескере отырып оған махаббат беру. Мысалы айталық, бак бар ғой, бензин құятын, бактың өзінің бір өлшемі бар ғой, дұрыс па? Егер сіз ол бакқа бензин құймай қойсаңыз, ол машина жүрмей қалады. Ал қатты асырып бактан асырып қойсаңыз, ол шашылып төгіліп, барлық жер бензин сасып, тіпті кішкене бір от жанып кетсе, өрт болып кетуі мүмкін да мысалы. Сол секілді ойлау керекпіз да. Өзінің бір бак, өзінің бір өлшемі бар. Соны толтыру маңызды тек қана. Түсіндіре алдым ба? Яғни сол үшін жаңағы шектен тыс махаббаттың өзі төменгі және жоғарғы шегінде деген нәрсе бар. Төменгі шектен төмен түсіп қалса, бала өзін керексіз, қадірсіз сезінеді. Мен әке-шешем жақсы көрмейді, мен ешкімге керек емеспін деген секілді самооценкасы төмен болып осылай өседі. Ал жоғарғы шектен жоғары болып кететін болса, енді өте қатты көп махаббат беріп жіберетін болса, шектен тыс махаббат болатын болса, онда балада еркелік деген нәрсе болады, балада эгоистік деген нәрсе болады, барлық нәрсе менің қалауыммен болу керек деген секілді осындай бір жағдай туындайды. Сондықтан біздің міндетіміз мына төменгі шек пен жоғарғы шектің ортасын ұстану негізінен. Әрдайым орта жол ұстану. Әрдайым орта жол ұстану. Сондықтан бұл ортасын ұстана алу үшін мына төменгі шектің не екенін, жоғарғы шектің не екенін, бұл тек қана махаббатқа байланысты емес, кез келген мәселеде мысалы мақтауда да, жылы жаңағы нелерде мысалы қолдауда да деген секілді, шектеу қоюда да бәрінің ортасын білу үшін бағанағы білім деген нәрсе осы тұрғыда тағы керек. Керемет. Біз жаңа үшінші мәселені де айтып өткен сияқтымыз. Орынсыз шектеу біз негізі айтып жатқан кезде талдап тастадық. Мен былайынан ойлаймын да, енді есіктің алдында жаңағы турник Брусия деген сияқты бала ойнайтын жаңағы әткеншектер сондайлар тұрады. Кейбір ата-аналарды көремін, көшеде жүрген кезде жаңағы кішкентай баласы бар, ана мініп жатқан кезде бар гиперзабота деп айтып жатады. Ол орысша қатты қамқорлық. Құлап қаласың өйтіп қалсаң, оған мінбе, бүйтіп әткеншекпен тербел, қатты тербелме, жай тербел деп жатады да. Бұл қаншалықты дұрыс немесе дұрыс емес? Бұл бағанағы тақырыппен байланыстыратын болсақ, махаббаты орынсыз шектен тыс болған ата-аналар, баласын қатты жақсы көрген ата-аналарда кездесетін құбылыс негізінен. Баласын өте қатты жақсы көргендіктен, оларда өте қатты көп уайым болады. Балам бір жерін ауыртып алмасын, бір нәрсе бүлдіріп алмасын, құлап қалмасын, өйтіп қалмасын, бүйтіп қалмасын деген уайым болады да. Ал уайым ол бір қауіп болған үшін уайым көреді. Бір қауіп көріп тұр, аяғын ауыртады деген секілді, сол үшін уайымдайды. И уайымның алдын алу үшін не істейді? Ол қауіптің алдын алады. Қауіптің алдын алуда шектеулер. Отырма, жүгірме, секірме, үйтпе, бүйтпе деген секілді. Сөйтіп бала не істейді? Емін-еркін әрекет ете алмайды. Далаға шықса далада ойнай алмайды, үйге келсе үйде ойнай алмайды. Тұрсынбек Қабаттың осыған байланысты әзілі бар ғой негізінен. Қазіргі ата-аналар сондай бір әзілмен керемет жеткізеді. Сондықтан бұл жердегі мәселе сол орынсыз шектеу болмаған дұрыс негізінен. Яғни уайымымызды азайтуымыз керек. Яғни бірінші кезекте махаббатты реттеу арқылы, уайымымызды азайту арқылы, одан кейін Аллаға тәуекелімізді арттыру арқылы деген секілді баланы
өзінің жасына сай еркін ойнай алу мүмкіндік беруіміз керек қой. Мен айтам, сіз барынша қорғауға тырысасыз деймін да, бірақ та ондай қорғаштап өсетін болса, бала өмірлік тәжірибе жинай алмайды. Өз бетімен өмір сүру дағдысын қалыптастыра алмайды. Енді сіз оны қашанға дейін қорғай аласыз деймін да, мысалы. Ертең мысалы айталық, сіз балабақшаға барған кезде қасына барып отырмайсыз ғой, біреу баламды тиісіп қоймасын, тістеп алмасын, үйтпесін, бүйтпесін. Немесе мектепке барған кезде партасына қасына отырмайсыз, біреу жаңағы кедергі келтірмесін, біреу тиіспесін деген сияқты. Немесе жаңағы университетке, басқа қалаға, басқа елге оқуға кетсе, артынан ұшып жүре алмайсыз, үйленсе жұбайымен ортасына жатып ала алмайсыз деген секілді. Былай қарап отырсаңыз, сіз оны өмір бойы қорғай алмайсыз. Демек, ата-ананың мақсаты баланы өмір бойы қорғау емес негізінен. Ата-ананың мақсаты баланың өз бетімен өмір сүре алу дағдысын қалыптастыру. Ал өз бетімен өмір сүре алу дағдысын қалыптастыру үшін баланың кейбір кезде құлауына мүмкіндік беру керек. Баланың кейбір кезде қиналуына мүмкіндік беру керек. Бізде қазақта 7 жасқа дейін жерден таяқ жеп өсесің деген қазақтың сөзі бар ғой. Осы 7 жасқа дейін жерден таяқ жеп өсесің деген, енді бәріміз сол таяқ жеп өстік қой. Кешірім сұраймын. 7 жасқа дейін бәріміз жерден таяқ жеп өстік, бірақ Құдайға шүкір, ешқайсымыз одан бір зардап көрген жоқпыз, аман есен отырмыз да. Сондықтан ол өмір болғаннан құлайды, не істейді, ол проблема емес та негізінен. Біздің подкастымыздың демеушісі Жаңа Бала компаниясы. Жаңа Бала телефонды алмастыратын интеллектуалды дамытушы ойыншықтар мекені. Елжас мырза, өте керемет сұхбат болып жатыр. Мен өзімде жақсы инсайттар алып жатырмын. Рахмет. Жаңа 4-ші мәселеге тоқталайық. Жаңа 4-ші мәселе ең актуалды қайсысын деп едіңіз? Үшеу айтқан жоқпыз ба? Біз үшеуін айтты. Ал үшеуін айтты. Үшеуі де күшті болды, негізі. Так, бізде уақыт болған екен, примерно 7 минутта. Онда тәмамдайға. Жақсы. Бір қорытынды әдемі сөз айтып жіберсеңіз. Жақсы, Елжас мырза, өте керемет сұхбат болды. 3 мәселені төңірегін әдемілеп қарастырып өттік деп ойлаймын. Осыны енді үшеуін қарастырып, өзіңіздің бір қорытынды ойыңызды айтсаңыз. Жалпы енді бала тәрбиесі деген ол Мағжан Жұмабаев атамыз айтқанда үлкен бір ғылым, үлкен бір өнер негізінен. Сондықтан осы ғылымды, өнерді игеру үшін әрбір ата-ана ізденісте болу керек, әрбір ата-ана оқу керек деп ойлаймын. Мысалы, мен бір математика пән мұғалім болу үшін 5 жыл, 4 жыл оқып, білім алып, осы салаға келген болсам, дәл сол секілді ата-аналар да өздері жақсы, сауатты, саналы ата-ана бола алу үшін міндетті түрде оқып іздену керек деп ойлаймын. Әрбір ата-анаға осы ізденістен шаршамауларын тілеймін иншалла. Керемет. Құрметті ата-аналар, сіздерге өте керемет подкаст болды деген үміттеміз. Әрине, алдағы уақытта біздің подкасттарымыз сіздерге пайдалы болады. Үзбей қарап отырыңыздар. Егер сізге бүгінгі айтылған ақпарат ұнаған болса, сторисқа бізді белгілеп бөлісіп қойыңыздар, алған инсайттарыңызды жазып қойыңыздар. Біз әрине барлығын оқимыз. Біздің Instagram парақшаны және біздің Жаңа Бала деген ойыншықтарды толығырақ білу үшін төменде сілтеме қалдырып кетемін. Сол жерден толығырақ білсеңіздер болады. Ендеше келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Бүгін сіздермен бірге болған Елжас Ертайұлы және жүргізушімен өзім таныстырмаппын ғой видеоның басында. Жаңа Бала компаниясының маркетологы Бекайдар Бағлан. Қош сау болыңыздар.